Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет өте оңай кекс пісіруді үйренеміз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Өте оңай жолмен бөлісетін боламын. Алдымен бізге бір кесе ұн, айран, қосқыш және қант, жұмыртқа және май керек. Сұйық май. Алдымен ыдысқа жұмыртқамызды салып, қантпен бірге миксерлейміз жақсылап. Жұмыртқа мен қантты миксерлеп болғаннан кейін жаңағы айранымызды қосамыз. Оны да бірге миксерлейміз жақсылап. Ірітік болмау керек. Барынша жақсылап миксерлейміз. Және болғаннан кейін оның үстіне сұйық майымызды қосып, оны да қоса миксерлейтін боламыз. Сұйық май болмаған жағдайда сливочный масло да болады. Міне біздің массамыз дайын болғаннан кейін осылай ұнды қосып, ұнның үстіне міндетті түрде ұнмен бірге араластырып, немесе ұнның бетіне қосыңыздар. Қосқышты одан ерте қосуға болмайды. Осылай ұнды да жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз дайын болайын деп қалды. Осылай қатты сұйық емес, қатты қою емес, осындай қалыпқа келеді. Массамыз дайын болды. Енді массамызды қойып, пешімізді қыздырып алып, осындай силиконовый қалыптарымыздың ішін майлап аламыз. Жақсылап май тигізу керек, себебі жабысып қалуы мүмкін. Енді біз массамызды осындай кондитерский мешокқа құйып алып құйсақ, өте ыңғайлы болады. Қасықпен салғаннан гөрі. Осылай барлығына салып шығамыз. Мінекей өте керемет болып шығады, және қатты толтырмастан жартысынан болу керек. Қатты толтырып жіберсек, ол көбейіп кетуі мүмкін. Енді духовкамызға 170-180 градусқа 25-30 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, қандай керемет шықты, тасыған жоқ, және іші өте әдемі. Қазір бөліп бірге көретін боламыз. Қарап отырыңыздар. Және видео ұнап жатса, каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырып, және подписация бөлімін басып кетулеріңізді сұраймын. Мінекей кексіміз өте әдемі шықты. Үй жағдайында оп-оңай, тез уақытта дайын бола қалады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер сүйіп жейтін болады, ал шаймен өте керемет болып кетеді. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, және менен келесіде қандай рецепт күтесіздер, комментарийға қалдырыңыздар.